Күләш Жасынқызы Басиетова қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ол Қарағанды облысының Ақтоғай ауылында дүниеге келген. Күләштің әншілік өнерге бейімділігі жас кезінен ақ байқала бастаған. Оның бойындағы қабілетін дамуына әкесі Жасынның әсері зор болған. 7 жылдық мектепті бітірген соң Күләш қазақтың педагогикалық институтына түсіп, мұндағы көркемөнерпаздар үйірмесіне белсене араласады. Қала жастарының өнер байқауларында әншілік дарынымен көзге түседі. Содан 1930 жылы қазақтың тұңғыш драма театрының труппасына қабылданады. Күләш сахна өнерінің қыр-сырына қызыға ден қойып, кешікпей-ақ театрдың белді артистерінің қатарынан көріне басталады. Күләш Байсейітова концерттік әнші ретіндегі де кең танылған шебер орындаушы. Әртүрлі ресми делегациялар құрамында Құрманғазы атындағы академиялық ұлт аспаптар оркестрі сүйемелімен жеке концерттік бағдарламада бригадалар мен сан алуан сахналардан орындаушылық қырымен танылады. Ол шырқаған әндерді тыңдармандарды өзіндік қарапайымдылығымен, анықтығымен, жүректен шыққан жылулығымен баурайды. Оның репертуарында көптеген халық әндері, өзге халықтардың, замандас композиторлардың әр алуан шығармалары молымен болды. Әнші концерттік бағдарламасына халықтың сүйіп тыңдайтын қазақ халық әндерінен бастап, ән романстар, белгілі опералардан ариялар тағы басқа молынан негізген. Сонымен бірге ол кеңестер одағы халықтарының әндерін, Қазақстан композиторларының әндерін орындаған тамаша әншілердің бірі. Күләш Байсейітова концерттік әнші ретінде де дүние жүзіне танылған қайталанбас дарын иесі бола білді. Сіздердің назарларыңызға әншінің өз орындауындағы «Бұлбұл» әнін ұсынамыз.